Осы тақырыпты жалғастырсақ, елде ауыл шаруашылығын дамыту үшін ғылымды күшейту керек. Ол үшін салаға жаңашылдық енгізетін мамандардың жаңа толқын дайындау міндет. Елордадағы агротехникалық университеті ұжымының президент жолдауын талқылау кезінде ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Ақылбек Күрішбаев осы мәселелерге назар аударды. Аграрлық сала бойынша әлемдегі үздік елдердің технологиясы мен тәжірибесіне трансфер жасап, Қазақстанда пайдалансақ, экспортты арттыруға да, жаһан нарығында өзіміздің брендімізді қалыптастыруға да мүмкіндігіміз зор дейді. Жалпы барлық ресурстарымыз жеткілікті деп, тек соны тиімді пайдалануға көшу жолдарын жетілдіру қажеттігін айтты. Мемлекетімізде аграрлық ғылымның деңгейі өте төмен. Соған байланысты біз қазір үлкен өзгерістер істеуіміз керек. Жаңалықтардың бәрі ашылған шетелде. Соны алып келіп, өзімізге бейімдеуіміз керек. Неге ол мәселе шешілмейді? Бәріміз оны білеміз, бірақ шешілмейді. Бізде сол трансферттің жүйесі жоқ Қазақстанда. Соған байланысты бұл жерде бізде қазір ғылыми зерттеу университетін құруымыз керек.